7 тамыз күні Тараз қаласында ұлы ақын, кемеңгер ойшыл Абай Құнанбайұлының шығармашылығына арналған Абай ұлы даланың ұлы ойшылы атты әдеби әуенді кеш ұйымдастырылады. Шара Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту басқармасының қолдауымен Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы мен Кенен Әзірбаев атындағы Жамбыл облыстық филармониясының бірлескен ұйымдастыруымен өтеді. Рухани кеш Тараз қаласындағы Абай ескерткішінің алдында ұйымдастырылады. Іс-шараның мақсаты Абай Құнанбайұлының бай әдеби мұрасын жас ұрпаққа кеңінен насихаттау, ұлттық рухани құндылықтарды дәріптеу және жастардың шығармашылық әлеуетін арттыру. Кеш барысында ақынның қара сөздері мен өлеңдері оқылып, филармония әншілері Дамир Рахымбердиев, Ернұр Абухас, Айгүл Есекеев және Бекарыш Көштаев Абайдың кеңінен танымал әндерін орындайды. Ұйымдастырушылар қала тұрғындары мен қонақтарын рухани кешке қатысып, Абай мұрасын бірге ұлықтауға шақырады. Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданының Сарыөмір ауылындағы Шалқар көлінің жағасында 24-25 шілде күндері 3-ші республикалық Шалқар толқын атты айын байқауы өтті. Өнер додасына Жамбыл облысы Сарысу аудандық мәдениет үйінің әншісі Мейіржан Омаров қатысып, жоғары деңгейде өнер көрсетті. Байқауға еліміздің әр өңірінен келген талантты орындаушылар бақ сынады. Байқау қорытындысы бойынша Мейіржан Омаров Хамза Есенжанов атындағы арнайы дипломмен және 100 000 теңге көлеміндегі ақшалай сертификатпен марапатталды. Бұл жетістік өнерпаздардың кәсіби шеберлігі мен шығармашылық еңбегінің лайықты бағасы. Қордай аудандық музейінде Ақбота Қодай балабақшасының Қарлығаш және Күншуақ топтарының тәрбиеленушілері қонақта болды. Кішкентай қонақтар музей залдарын аралап, туған өлкенің тарихынан сыр шертетін көне жәдігерлермен танысты. Экскурсия барысында балалар әрбір тарихи мұраға қызығушылық танытып, олардың маңызы туралы алғашқы танымдық мәліметтер алды. Мұндай мәдени танымдық кездесулер бүлдіршіндердің туған жерге деген сүйіспеншілігін арттырып, ұлттық құндылықтарды ерте жастан бойына сіңіруге мүмкіндік береді. Абай Құнанбайұлының күніне орай Астанада ұлы дала әуені Абайдың ән мұрасы атты музыкалық флешмоб ұйымдастырылады. Іс-шара барысында 200-ге жуық оқушы ұлы ақынның әйгілі көзімнің қарасы әнін бір мезгілде орындады. Ашық аспан астында өткен мәдени шараның басты мақсаты Абайдың музыкалық мұрасын кеңінен насихаттау, өскелең ұрпақтың ұлттық өнерге қызығушылығын арттыру және жекеменшік қосымша білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілерін ортақ шығармашылық алаңға біріктіру болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай бастамалар балалардың шығармашылық қабілетін дамытып қана қоймай, ұлттық құндылықтарға деген құрметін нығайтуға ықпал етеді. Сондай-ақ жоба Адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы аясында рухани адамгершілік және патриоттық құндылықтарды дәріптеуге бағытталған.